Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге өте тойымды пиццаның рецептісін ұсынамын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Ол үшін ең алдымен жылы сүтке тұз, қант, сұйық май, ашытқы қосып, жақсылап араластырып, ұн салып, жұмсақ қамыр болғанша илеп аламыз. Қамырымыздың бетін жауып, шамамен 40-50 минуттай жылы жерге қалдырамыз. Енді пиццаның бетіне салатын салмамызды турап аламыз. Енді мұнда колбаса, қызанақ және де шампиньон. Ал сіздер өз қалауларыңыз бойынша болгар бұрышы немесе ысталған тауық етін қолдануларыңызға болады. Міне бізде қамырымыз өте жақсы көтерілді. Енді листқа аздап қана май жағып, осы қамырымызды жайғастырып шығамыз. Қамырдың бетіне кетчупты жағып, онан соң турап алған ингредиенттерімізді тура видеодағыдай қойып шығамыз да, шамамен 180 градуста 20-25 минуттай пісіріп аламыз. Шамамен 20 минуттан соң пиццамызды алып, бетіне сырды сеуіп, қайтадан 5 минут пеште пісіріп аламыз. Біздің пиццамыз дайын, дәмі өте ерекше, тойымды болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздерге видео ұнаса, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.